Саламатсыздар, мен Ақтөбе облысы Қобда ауданы Қобда қазақ орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Амангелдиева Нұрайымын. Мен бүгінгі отаныма, менің бастамам жобалар байқауына Қазақстанның 100 жаңа есімі номинациясына қатысамын. Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының еліміздің талай талапты қазақстандықтардың атын таныған, мемлекетіміздің өркендеуге айрықша үлес қосып келе жатқан айдан анық. Олардың біздің халқымыздың мақтаныштары, өзге елдердің Қазақстанны осы азаматтар арқылы танып бағалайды. Осы жобаға менің елімнің дамуы айрықша үлес қосқан Тұлға Салжанов Исламбек Төлеубайұлы таныдым. Осы жобаның мақсатым жас ұрпаққа жеріміздің мақтаныштарымыз болып келгені, елге еңбегіне сіңген тұлғаны дәріптеу. Исламбек Төлеубайұлы Салжанов 1969 жылы 6 қазанда Ақтөбе облысы Қобда ауданы Жиренқопа ауылында дүниеге келген. Қазақстанның кәсіпкер, меценат және қоғам қайраткері. Алтын қыран компаниясының тобында бас директор және Алтын қыран халықаралық қайырымдылық қорының президенті. Оның ең алғашқы мамандығы хирург, содан кейін экономика және менеджмент, одан кейін маркетинг және сауданы басқару. 2011-2012 жылдары Қазақстан Республикасының президенті жанындағы мемлекеттің басқару академиясы мемлекеттік саясаттың ұлттық мемлекеттік Дюк университетінің ақш Стэнфорд мен мемлекеттік саясаттың мектебіне серіктес. Еңбек жолы. Оның ең алғашқы еңбек жолы ол Мақсат Капитал, Ақжол, Қазмұнайгаз және де осы 2004 жылы осы уақытқа дейінгі Алтын қыран компаниясының тобының құрылтайшысы және бас директоры Астана және Ақтау және Атырау қалаларында бар. Қазақстанның 100 жаңа есімі ішінен таңдап алған себебіміз Алтын қыран халықаралық қайырымдылық қорының құрылтайшысы және президенті Исламбек Салжановтың басты мақсаты отандық мәдениеттің, ғылым мен білімнің дамуына үлес қосу, қоғамдық, мемлекет тілді, салауатты өмір салтын насихаттау, сондай-ақ дарынды балалар қолдану, ардагерлер мен мүгедектердің жетім балаларға қол ұшын беру. Айқанат республикалық олимпиадалық байқауында ауылдың балаларды қаржыландыру, Балдәурен лагеріне ауыл балаларын қаржыландыру үлесі қосты. Айқанат ауыл мектептеріне арнаған білім беру бағдарламасы арқылы талай тағдырларға әсер етті. Көліктер 2 және де Құбыжықтар университеті, Батыл жүрек осы мультфильмдер қазақшаға аударып ол деген қазақ тіліне үлкен үлес қосты. Алдарыңыздағы суретте Ақтөбе облысы Қобда ауданының 150 орындық балабақша. Исламбек Төлеубайұлының қаржыландыруымен салынған керемет балабақшаның бірінші түлегі мен боламын. Балабақша өте кең, сапалы, заманауи әр жерде қайталана бермейтін ерекше дизайны салынған. Оның марапаттары ең алғашымен құрмет ордені және де Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі 10 және 20 жыл медалімен марапатталды. Содан кейінгі Алтын жүрек ұлттық қоғамдық сыйлығының 2011 жылғы жыл кампаниясымен марапатталды. Білім меценаты 2012 алтын медалінің иегері. Бұның бәрі елге қызмет етудің нәтижесі, адал еңбектің өтемі. Қазақстанның 100 жаңа есімінің жарқын бейне Исламбек Салжановтың есімі ұрпаққа үлгі. Айта келе, Исламбек Салжановтың көзқарасы инновациялық қаржыландыру мен технологиялардың дамуында, сол жағындағы кәсіп орындарды қалыптастыру, ауыл балаларын қолдап, жаңа мүмкіндіктерді беру, менің ойымша біз туған жеріміздің еңбегі сіңірген өз жерлесімізді танып, мақтанышпен дәріптеуіміз керек.